Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті ағайын, құрметті көрермен. Қазіргі қозғайтын тақырыбымыз бұл тұрмыстағы зорлық-зомбылық, отбасындағы зорлық-зомбылық төңірегінде болмақ. Жалпы әлем статистикасына қарасақ, соның ішінде Қазақстанға зер салсақ, біздің Қазақстан өкінішке орай тұрмыстық зорлық-зомбылық төңірегінде алдыңғы қатарда орын алады екен. Бұл мақтанатын нәрсе емес. Өкінішке орай бұл өте жағымсыз хабар. Сондықтан да бұндай нәрсені болдырмауымыз керек. Ислам өзі әйел балаларына жақсы қамқор болуды үгіттейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан: «Истаусу бин нисаи хайра», әйелдерге жақсы қарым-қатынас жасаңдар деген. Мұхаммед пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өзі де өз әйелдерімен жақсы қарым-қатынаста болған. Әйел баласының дәрежесін, абыройын көтерген. Мұхаммед пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның мына өмірінің соңында қоштасу құтпасын айтқан кезінде ол кісі бір қатар мәселелерге тоқталып, сол мәселелердің ең соңғысы ретінде әйел балаларына жақсылық жасаңдар деп түйіндеген екен өзінің қоштасу құтпасын. Олай болса, әйел балаларына қамқор болу, оларға жақсылық жасау ол мұсылмандық міндетіміз екен. Бір кісілер айтқан екен, мынау өзге әйелге күліп қарап, өз әйеліне үріп қараған ер азамат ол нағыз ер азамат емес деген екен. Сондықтан да өзіміздің әйелімізге жақсы қарап, қол көтерместен, себебі пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің жалпы хадисінде айтылуы бойынша: «Ма дараба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама шай'ан биядихи қат, ла ламраатан вала хадиман». Алла елшісі ешбір нәрсені қолмен ұрған емес дейді. Әйелді де ұрған емес, қызметшіні де ұрған емес дейді. Қол көтерген емес дейді. Сондықтан да қол көтеру деген нәрсе, бұл әйел баласына қол көтеру, бұл ер азаматтың мықтылығын көрсетпейді. Керісінше өзінің сөзіменен, өзінің мінезіменен, өзінің талабыменен әйел баласын бағындыра алмағандықтан, көндіре алмағандықтан, тәрбиелей алмағандықтан, лажсыздықтан баратын бір шарасы қол көтеру. Енді біреу айтуы мүмкін: Құранда айтылған ғой, әйелдеріңе қол көтеріңдер деп айтылған ғой деп жеткізгілері келеді. Ал бірақ ол аятты толық түсінбейді. Ол аятта айтылғаны бойынша Алла тағала айтады: «Астаизу билла уаллати тахафуна нушузахунна фаизухун». Алла тағала айтады, алдымен мынау қарсы келеме деп қорыққан әйелдеріңді дейді, оларға үгіт насихат айтып, оларды тәрбиеге салыңдар дейді. Бірінші кезекте не бар екен? Үгіт насихат бар екен. Одан кейін уахжурухунна фил мададжи, төсектерінде жалғыз қалдырыңдар дейді. Енді бұл жерде имам әл-Құртуби, ғұлама ғалымдарымыздың бірі тәпсірінде айтқан екен, төсектерінде жалғыз қалдыру деген сөз бөлек бөлмеге кетіп қалу емес, әшейін теріс айналып жатудың өзі осыған есептеледі деген екен. Бұл әйел баласына бір ауыр тиетіндігі белгілі. Одан кейін барып «Уадрибухун», әйелдерді ұрыңдар деген аят келген кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам бұл аятты бізге түсіндіріп берген. «Дарбун ғойру мубаррих», яғни неғылу, денеде із қалдырмайтындай дәрежеде ұру. Әйел баласына сәл ғана бетіп түртіп қалатын болса, соның өзі ауыр тиетіндігі белгілі. Ал насихатқа келетін болсақ, бірінші кезекте насихатты айтты, одан кейін төсекті бөлу мәселесін айтты, одан кейін барып ұру мәселесін айтты. Насихатқа келетін болсақ, насихат айтқан кезде әйел баласын өзге әйелдермен салыстыру дұрыс емес. Сол сияқты әйел баласы да өзінің ерін өзгелермен салыстырып, ана пәленшенің күйеуі мынандай, түгеншенің күйеуі андай, сен болсаң мындайсың деген сияқты сөздер ешқашан айтпау керек. Бұл адам баласына ауыр тиетін, араны жақындататын емес, керісінше араздық салатын дүние екендігін біз ұмытпауымыз керек.
насихат айтқан кезде психолог мамандар айтады екен, 3К принципін айтады екен. Біріншісі комплимент, екіншісі критика, үшіншісі комплимент. Сонда енді қазақша айтсақ, бірінші мақтау, екінші мінеу, үшінші мақтау. Сонда екі шетінде мақтау тұрады да. Бірінші әйел баласына сен сондай жақсы әйелсің, мен сені сондай қыздай алып едім, сен сондай тамаша әйелсің, маған ұрпақ сүюіме себепші болып жатсың, бала туып беріп жатсың. Бірақ енді сенің мына бір ісің бұл дұрыс емес іс. Осыны жөндесең дұрыс болатын еді. Мен саған сенемін, сен өте адал жарсың. Сен бұл нәрсені тоқтатып дұрыс жолға түсесің деп мен сенім артамын деп аяқ жағында мақтап кеп жіберсе, міне әйелді солай еріне байланысты сен жақсы адамсың, мен сенімен отбасылы болғаныма өте қуаныштымын, бірақ сенің мына бір ісің маған ұнамай жүр, осыны жөндесең дұрыс болатын еді, сен өте жақсы адамсың деп аяқ жағында мақтап кеп жіберетін болса, бір-біріне сондай бір жақсы қарым-қатынас болса, әлбетте ол дұрыс бағытқа қарай түзеледі деген сөз. Сондықтан да өзара бір-бірімізге сыйлы құрметті болуымыз үшін осы нәрсеге көңіл бөлуіміз керек. Одан кейін барып Алла тағала айтады, егер дейді, фәин ата'анакум фәлә табғу алейхинна сәбила, егер әйелдер сендерге бағынатын болса, онда ол әйелдердің үстінен ұрыс керіске себеп іздемеңдер дейді. Ұрыс керіске себеп іздемеңдер дейді Алла тағала айтады. Сондықтан да бағынып жүрген әйел болса, айтқаныңызды жасап жүрген әйел болса, ол әйел кісімен қарым-қатынасымыз дұрыс болу керек деген сөз, жақсылық жасауымыз керек деген сөз. Енді қараңыздар, пайғамбар алейхиссалату вассалам өзінің қызы Фатиманы, Алла осы разы болсын, Хазірет Алиға тұрмысқа берген кезде екеуін айтқан екен, ей Али, саған мен түздегі жұмыстарды тапсырамын, ей Фатима, мен саған үйдің ішіндегі жұмыстарды тапсырамын деген екен. Қарап отырсақ, біздің салтымызға да, дәстүрімізге де сай нәрсе. Не деймін, халқымызда қандай сөз бар? Әйел адам үйдің көркі, ер адам түздің көркі. Бұл деген сөз әйел баласы мүлдем жұмыс істемесін деген сөз емес. Жұмыс істей алады, бірақ шариғат шеңберінде, шариғатқа қайшы келмейтіндей ортада жұмыс істесе шариғатта рұқсат етіледі екен. Одан кейін мынау әйел баласына қол көтеру деген мәселе қылмыс болып табылады. Қазіргі кезде мынау қалаларда, аудан орталықтарында кейбір мынау дағдарыс орталықтары деген орталықтар ашылған екен. Ол дағдарыс орталықтарында мынау үйде қоқан-лоққы көрген ерлі-зайыптылардың арасында әйелдің жаңағы күйеуі ұрып тастаған әйелдер сол дағдарыс орталықтарында уақытша паналайды екен. Міне сондай орталықтарды өкінішке орай қазіргі кезде әйел балалары тола. Бұл деген сөз біздің қоғамда осындай мәселелер өте көп деген сөз. Сондықтан бұл мәселеге біз жіті қарауымыз керек. Соңғы уақыттарда былтырмен салыстырған кезде биылғы жылы фактілер азая бастаған екен. Неліктен? Себебі заң күшейді. Неліктен заң күшейді? Себебі қоғамдық резонанс тудыратын бір қатар оқиғалар орын алды. Міне сол оқиғаларға байланысты қазіргі кезде заңда сол жағынан күшейіп отырғандығын байқауымызға болады. Енді мұсылман адам заң тағы басқа деместен, әлбетте заңға бағынушы адам болу керек, мұсылман адам деген. Сонымен қатар ең бірінші кезекте Құдай тағаланың берген аманаты ғой бұл әйел баласы. Мен бұл әйелге жақсылап қарайын деген жақсы сенімі, көзқарасы дұрыс болу керек деген сөз. Алла тағала баршамызға жақсылығын жассын, нәсіп етсін, отбасыларымыз шайқалмасын, Алла тағалам келешегімізді жарқын етсін. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم توبوا إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له أن الحمد لله رب العالمين.